Мысық тышқан мен торғайға неге өш? Ертеде мысық, тышқан және торғай өте тату тұрыпты. Басқа аң құстар олардың достығына қызығып та, қызғанып та қарайды екен. Күндердің күнінде қылышын сүйретіп қыс келеді. Үш дос суыққа тоңып, ашыға бастайды. Уа достар, аяз мынау, жыртқыш аңдар анау, тарпа бас салуға даяр тұр. Одан да біз адамға барып қызмет етейік. Сонда қарнымыз да тоқ болады. Өзіміз де жылы баспанада алаңсыз өмір сүреміз. Деп мысық торғай мен тышқанға ақыл салады. Олар әр ойлап, бер ойлап, ақыры осы ақылға тоқтайды. Сөйтіп, бір диқанға келсе, үш достың бұл ойын диқанда құбалады. Бір күндері мысық екі досының қоңданып, едәуір семіріп қалғанынан қарады. Бәріне берілетін тамақ мөлшері бірдей. Сонда бұл қалай болды екен, деп ойлайды мысық. Енді ол торғай мен тышқанды аңдай бастайды. Сөйтсе, екеуі қамбадан астық ұрлап жеп жүр екен. Жақсылыққа жамандық жасаған достарына ол қатты ашуланады. Арқа жүні күдірейіп, көзінен от шашып, тышқан мен торғайға тап береді. Торғай сәл ашық тұрған есіктен лып етіп шығып ұшып кетеді. Тышқан көп тесіктің біріне зып беріп кіріп құтылады. Содан бері торғай мен тышқан мысықтың ата жаулары болып қалған екен.